Құрметті достар, назар аударыңыздаршы, Мұхит ағайлардың ауылы бар. Сол ауылдың қасындағы тағы бір ауыл бар. Мұхит ағайлар осы ауылдан шыққан. Қызыларық деген бұл ауыл, мен өзім бәйтерек ауылынан Жанталап. Соның қасында Қызыларық деген ауыл бар. Мына ауылдың зал, мынау большой зал. Терезелерін қараңдар. Отопление, батареялар бәрі Советский Союз, Брежнев кезіндегі ғой. Мінекей. Тура осы зал, осыда іші болған. Енді, так, бұл залға мен Нұргелді ағамның қолдауының арқасында осы залға, осы бокс залға груша, ринг алып келдім. Енді мына залға қарайық. Мына жаңа алып келген грушаларымыз, бәріне яқшы. Ауылдарға енді жаңа бірінші залды көрсетті ғой. Сол зал, мынаның іші тура сондай болған. Осы залды Нұралы ағайымыз өзі бәрін дұрыстаған. Отопление көрсетті ғой. Отопление болған, отоплениенің өзі жүрген, ауылдың жағы әкімшілігі бар, ауылдың жағы жігіттері бар, көмек берген. Терезелер көрсетті ғой жаңа. Неғожы жаңа терезе болған, су құрмайды жер оны. Енді қарады, мінекей. Бірінші зал тура осындай болған ғой. Сол залдың ішінде осындай бокс зал жасап отыр Нұралы ағайымыз. Нұралы ағайымыз осы залда, осы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қызыларық ауылынан Қазақстан чемпионы, Азия чемпионатының жүлдегерлерін, мықты жігіттерді осы залдан тәрбиелеп отыр. Бұны мен айтайын отырған, қарады, ұшақ груша. Мына груша түсіш, мына грушаға шей көріп қалған. Өліп жатыр. Мына турникті Нұралы аға өзі істеген өз қолымен. Өзі жасаған бәрі. Адамда желание бар, адамда стремление бар ағайымызда. Балаларды шығарықсақ екен деген ойы бар, мақсаты бар. Мен мұны сендерге айтып көрсетіп атқаным, бұл біздің ауыл. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қызыларық ауылы. Мұхит ағайлар осы ауылдан шыққан, осы ауылдан туған. Енді бокстың былайша айтқанда топырағынан суын майын ішкен адамбыз ғой, қай жақтан шыққанын ешқашан ұмытпау керекпіз ғой. Мен сол осы ауылға, осы ағайымның залының жағдайын көріп, ағайыма Нұргелді ағамыздың қолдауымен осы залға груша, ринг әкеліп отырмын. Былай қарап тұрсаң жігіттер, мен енді айтайын деп отқан бар ғой, жалпы боксқа бір көп бір керемет масқара бір қаражат ақшаның керек емес бір. Бізде мына хоккеистер бар ғой, мен білесіздер ғой, хоккеистерді әрдайым салып отырамын. Олар жаңағы шетелден бір сезон оларды 6 ай ғой, бір сезон ойнайды. Бір сезон, 2 сезондары 12 ай сол кезде. Олар қыста жаңағы аз ғой, 6 айда. 2 сезон ойнайды олар жаңағы, 2 сезондар сол кезде 1 жыл 6 айда. Олар келіп, шетелден шақырады, оларға 300-400 миллион теңгені төлейді, олар 6 ай ойнайды да, өз мемлекеттерінен кетіп қалады. Олар не насихаттап жатыр? Жалпы не қалдырып жатыр? Біздің мемлекеттің төлеген ақшасын алады да, өздері мемлекеттеріне кетіп қалады. Олар жастарға ешқандай спорт насихаттап отқан жоқ, ешқандай жеңіс беріп отқан жоқ, ешқандай бір керемет бір жақсы жағын көрсетіп отыр деп айтамын да. Мен бұны айтайын деп отқан, мен ақшасын санап отқан жоқ. Төленсін, маған демесе, балғындап төленсін, маған без разницы. Мен спорттың барлық түрінемін. Мен спорт үшін, жалпы әр қазағым үшін, қазақ елім, жерім үшін, былайша айтқанда, терлеп, тепсіп жүрген адамдардың бірімін ғой. Сондықтан ақша төленсін, бірақ енді ауылда, аймақтарда сол хоккейге бөлініп отқан 300-400 миллиондап төленетін бұл ондай қаражат боксқа керегі жоқ, құрметті жандар, жандерім, бауырларым. Боксқа ары кетсе бір, мен жаңа ринг алып келдім, ринг ары кетсе бір 1,5 миллион, 2 миллион теңге тұрады. Маған хабарлассаңдар скидкамен даже 1,5 миллион алып бере аламын. Мысалға да, груша ары кетсе бір 100 мың теңге, 150 мың теңге тұрады. Бір 4-5 грушалып қой, 4-5 грушалып қой, 150 мың теңгеден 750 мың теңге. Ринг қойып қой, 1,5 миллионға, 2 миллион 250. Надай, мына, пожалуйста, мына қолдан істеген бәрі тұрғанымыз ағайымыз, қолдан істеген. Мына, көрдіңдер ма? Міне осындай рингтарды сатып ал, біреу мысалға 30 мың теңге тұрады. 10-ын сатып ал, қойып қой, неге біреу ақ тұр, міне, мына 20 бала көтереді. 20 бала көтереді. Бір-бірін күтіп тұрады, қашан бітеді екен. 20 баланы алып қоян, 30 мың теңгеден. 10-ға көбейді 300, 10-ға көбейді 300, 600 мың теңге, пожалуйста. Рингі бар, грушасы бар. Мынау 3 миллион теңге болма, мына гриф бар. Міне неде қанша тұр? Міне, біреу тұр, екеу тұр, үшеу тұр,
мына не үшін білесің ма, міне контейнермен жұмыс жасайды, контейнермен жұмыс жасайды. Ана жақта 15-20 бала жүр. Біреу жасап болғанша 20 адам күтіп тұрады сонда. Неужели біз осыны алып беруге біздің жағдайымыз жоқ? Мен ешкімнен ешнәрсе сұрап отқан жоқпын, бауырлар, ағайындар. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен біраз адамдармен, әр жалғызым, қазағым, елім, жерім, жанашыр ағаларымызбен, інілерімізбен, бауырлармен бір араласып, бір дос болып жүрген бір уақытым бар. Сол кісілердің арқасында, сол кісілердің қолдауының арқасында, мінекей Нұргелді деген ағаларымыз секілді. Сол кісілердің қолдауымен мен осы залма, мінекей осы грушасы бар, рингі бар, осы Нұралы ағайымызға әкеліп отырмын, өзімнің ауылыма. Мен бұны айтайын деп отқаным, бұл залға сол жағы гантели бар, грифі бар, груши бар, рингі бар, ары кетсе 5 миллион теңге кетеді. 5 миллион теңге кетеді. Бұл 5 миллион теңге сен бұл залға саласың, бір ауылда болса 5 миллионға зал болса 5 миллион теңге кетеді. Бокс залын ашсаң да. Қаншама балалар менде спортпен жүр. Сен 300-400 миллион теңге хоккейистке бересің, ол кетіп қалды. Өз еліне. Болды, жоқ, 400 миллион теңге жоқ. А сен 5 миллион теңге, 300-400 емес, 100 емес, 20 миллион емес, 5 миллион теңге өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде қалады. Қаншама балалар берді, ауылдың балалары спортпен айналысады. Мен ешкімнен ақша сұрап отқан жоқпын. Мен бұны өзім Алланың қалауымен, Нұргелді секілді ағаларымыздың қолдауымен өзім Астанадан арнайы келіп, Нұралы ағамызға осы залға беріп отырмын. Өйткені мен осы ауылдан шықтым, осы ауылдан өстім, осы ауылдың суын іштім, осы ауылдың нанын жедім, осы ауылдың етін жедім. Мен өзім ойлаймын да, бізде қаншама қазақ елінде ауылдар бар. Қаншама ауылдар бар. Егер де сол ауылдарды әр қазақ бар ғой, байқуатты қазақтар, байқуатты жігіттер бар ғой. Әр қазақ өз ауылына қызмет жасап, өз ауылына көлдегені үлес қосса, бір әрекетін жасаса, қоғамға бір пайда істейтіндей бір іс-тірлік жасаса, мен ойлаймын, береке болады деймін. Мен бұл сөзді мақтан етіп, ойбай мен аға ринг алып келіп, ағайын ойбай мен груш алып келіп деп жатқан жоқпын, ол үшін көрсетіп жатқан жоқпын. Маған бір теңге қажеті жоқ ол дүниенің. Мен жаным ашыды. Елім мықты болса екен деймін. Ет, азық-түлік, картошкаң бар, етің бар, қойың бар, сиырың бар, жылқың бар, қымызың бар, сүтің бар, мықты жігіттерің бар, темір тепсе темір үзетін қара күшті. Бәрі ауылдан шығады. Бәрі ауылдан шығады. Осы ауылға жақсы әрекет жасасақ, ауылға біз үлесімізді, көзқарасымызды дұрыстасақ, ауылымыз мықты болса, біздің қала мықты болады, біздің ел мықты болады. Біз қалаға, кейбір қалаға төгеміз, кейбір қалаларға төкпейміз. Кейбір ауылдарға төгеміз, кейбір ауылдарға төкпейміз. Ауылдан басталады. Менің ойым ол. Бәрі жағдай. Сол кезде бәрі жағдай экономика көтеріледі деп ойлаймын өзім. Жалпы ағайын бауырлармен тағы айтайын деген, әр ауылдың азаматы өзінің туған бесігін, шыққан кіндігін ұмытпай, бір жақсы бір өзінің істерлігін бір пайдаға бір тигізіп жүрсе, мен ойлаймын, мына үстіне бір болады деп. Жақсы күндеріңіз ондан болса аман болайық. Жалпы мен бұның бәрін айтып көрсетіп отқаным, біріншіден ол біздің ауылдың, аймақтардың спорт залдары жалпы қандай жағдайда тұрған. Осы болмай ғана залдың ішінде Нұралы ағайымыз қаншама Қазақстан чемпионын, қаншама әлем чемпионаттарын жүлдегері мен Азия чемпионаттарын жеңімпаз жүлдегерлерін шығарып жатыр. Біздің Астанада барлық жағдай бар. Мұхит ағайлардың Астанада барлық жағдай бар. Бүкіл условия бар. Соның өзінде балалар спортқа келмейді. А мына ауылда, мына жерде не ыстық су жоқ, не мұздай су жоқ. Түк жоқ. Душ, киінетін шкафчиктер, киім шешетін шкафчиктер жоқ. Мен ол жай вообще. Но ағай каким-то образом өшеден шығарып жатыр да. Бұны енді жан айқай деп айтсам да болады, қалай айтсам болады екен. Жалпы түбі мен ойлаймын, бар ғой қазақ елімізде мықты жігіттер. Жанашыр, әр қазағым жалғызым деген, елім жерім деген. Сондай жігіттер көп болған кезде, бар кезде біздің қазақ еліміз мықты болады, гүлденеді, күшті болады. Сосын соңғы айтарым, осындай ауылдарымызға шыққан жерімізді ұмытпайық. Қай жерден шыққанымызды ұмытпайық. Бәріміз өз ауылымызды көтерейік. Үлесімізді қосайық. Байқуатты ағаларымыз, достарымыз, таныстарымыз көп қой.
қолдан келгенше бір артық бір мүмкіндік болды ма, шама келді ма, бір таныс болып тұр ма, бір